сандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. бұл нәрсеге біз баян күшті түсіндіресіз. Алып кетеді негізі. Оқымай аяқтағанса осы тегін видеоны өзінен негізі маған жазады адамдар былайша, мынандай былай істеп отырмын, былай істеп жатырмын, дұрыс па деп маған көп адам шығады осы ютубтан келгендер. Біраз жасап жатыр. Болады негізі солай да қарап жасауға. Ешкіммен айтпаймын, оқы деп, мені ал деп. Ладно, мен и так тегін бөлісіп жатырмын ғой бұны. Осының өзімен біраз ақпарат алып, өзіңіз жасап жатқан анализге қоссаңыз да болады, дополнительный анализ. Ал егер уже андай адамдар бар, уже оқымаған, курс алмаған, оқимын, жеке ментор аламын дегендерге, ол кезде уже есік ашық, сөйлесіп көруге болады деген сияқты. Бірақ былай ешкімді былай не қылмаймын. Негізі, мен бұны көрдім да, осыны естідім да, тоже. Ана Дәулет мырза да көрсеткен ғой. Ерен мырза да көрсеткен айтқан. Сосын осыны енді қолдансам деп жүрген ғой негізі. Сіздің видеоңызды жіберген, сіздің видеоңызды көрдім да, полный көріп шыққан. По-моему, мен айтайын, ешкім білмейді Қазақстанда ше. Мен өзім бұны оқысам да, бірақ бұны өз под себя жасап алдым бұл стратегияны. Дәл бұлай жоқ. Мен айта аламын, егер дәл осы менің көрсеткенімді басқа біреу жасап жатса, ол менен үйренген екенін. Өйткені мен оқыған жерде, мен жалпы оқыдым мен 23-ші жылы ма. Ол жерде бір жағынан индекстермен жұмыс жасайды, и бір жағынан чисто корреляция между синхронными парами. Чисто свойство. Ал былай AMDX XAMD қарап, жалпы AMDX XAMD бар жалпы бұның базасында. Ал бірақ қалай подтверждение ұстау, рынокпен синхронды байланыстыру, және бағана айтқанымдай бір күні болған зат келесі күнге синхронды, енді қайталану фракталдары деген сияқты. Олар мүлде бұл жерде жоқ нәрсе, оның барлығы осы 3 жылдың ішінде өз тәжірибемен келген заттар. Именно бұны жоқ бұл негізі. Мен де көрмедім именно квартальный теорияны оқып ютубқа жазсаңыздар да бұнда ешқандай жоқ, еш жері жоқ. Мен уже под себя жасап алдым да бұны. Ағылшынша видеолар бар екен, енді ағылшыншаларын қарадым. И вообще, дәл осылай үйретіп жатқан адам жоқ негізі, осындай көрсеткен. Мен де алдында көрдім да, бір 6 сағаттан күндікті ғана бөліп алуды 6 сағаттан ша. И сонымен жаңағы манипуляция уақытысын қарап кіріп кетесің дегенді. Сағат 5-терде ма, сондай уақыттарда. Сондай қадасың. Q1 low, Q1 high. Енді одан алдыңғы жылда алайық. Ол бізде уже 2018 бен 2022 жылдың арасы. Жалпы ең үлкен кварталды көрсетіп жатырмыз сіздерге. Қандай формация тоже XAMD. Бұл енді таза инвесторларға өте мықты стратегия бұл. Жылдықпен қарайтындар болса. Одан алдыңғы квартал тағы бөлім. Ол бізде уже 2014 пен 18 жылдың арасы. Қандай формация? Тоже XAMD. Q1 high, Q1 low, тағы алдыңғы кварталға өсейік. 10 мен 14 жылы 2000. Бізде қандай формация? AMDX. Аккумуляция high, Q1 low, мен тағы бір қызық нәрсе көрсем сіздерге. И бізде 2006 жыл мен 2010 жыл. Қандай формация? XAMD. Q1 high, Q1 low. Көрдіңіздер ма? Жалпы барлық квартал енді IP-ға шыққаннан бастап көрсетіп жатырмын ең үлкен жылдың. Енді дәл осының ішіне кірсеңіз де, дәл осылай жұмыс жасайды. Ішіне кірсеңіз де, жалпы қаншалықты ішіне кірсеңіз де, барлығы фракталды түрде жұмыс жасайды. Стратегия емес бұл, кәдімгі банктердің алгоритмі бұл. Қай кезде аккумуляция жасайды, қай кезде манипуляция жасайды, қай кезде баға үлкен қозғалыстар жасайды.
тағы бір мына жерде сондай Мгм. аккумуляцияда жаңағы Q1'ды не істесе, манипуляция жасаса, И Q1 хайына барады. лоуға барады. Иә, қарама қарсы барады. Иә, хайды манипуляциясы лоуға барады деген сияқты. Иә. Лоуды манипуляция жасаса, хайға барады. Мгм. Сондай емес. Q1 Q жалпы бізде ликвидность қой, аккумуляция. Енді бір қыз көрсетейін, мына жерді қарап алыңыздар. Мына жерді мен қазір байқап отырмын оны. Дәл қазір байқадым мен. Дәл осы сызған 2 кварталды қараңыздар. И осыны қазір мен екінші неге бетке ашам. Дәл осы бүгінгі күнге ашам. 15 минут. Бүгінгі емес, бұл осы аптаға, то есть. Понедельник пен вторник. Мына жерді қараңыз. Q1 high. Q1 high. Мына жерде AMDX, мынақта AMDX болса, мына жерде бізде XAMD. Бұл жерге қатты мән бермейміз. Оның ішіндегі логикаға қараңыздар. Low Q1 low и Q1 low. И баға несейді кварталда бізде екінші кварталда шешеді. Q1 low не? Өз кварталында тазарған жоқ Q1 low. Көрдіңіздер ме? Келген 3-ші квартал көтеріп кеткен. Келген 3-ші квартал көтеріп жүрген. Жасылды. И келесі квартал ашылды. XAMD тоже көк. Бірінші квартал бізде шешкен. И бізде XAMD болған. Дәл осы ситуация. Дәл солай кетіп баратыр еще. Дәл солай. И прикол қай жерде бұл жерде именно на Q1 хайын тазартқан, құлаған. Міне. Қазір ол жатыр енді. Мына жер бізде XAMD болған. Дәл осы жер. Одан кейін квартал, енді мына жерді қарайық. Ал не дейсіз оған? XAMD. Дәл осының керісіншесі болып тұр. Q1 high және Q1 low. Көрдіңіз бе? Дәл мына керісіншесі. Негізі салыстыруға келмейтін нәрсе бұл. Мына жер вообще жылдық квартал, мына жер вообще біз 6 сағаттық кварталға кіріп тұрмыз. Мынау 2018-19 жылдар, 15. Мына месяцпен қарағатсыз жылдықтар мынау Мынау жылдық. Каждый квартал бізде жыл, бір жыл. Көрдіңіздер ме, бұл жерде логика вообще басқа, сіздер қолданып отқан нәрседен вообще басқа нәрсе бұл. Айта алмаймын, барлығы кездейсоқ емес. Бәрі астында бір нәрсе бар. Айтып жатырмын ғой, алгоритм. Тарихы жазылып қойған десеңші. Қарасаңшы, кәдімгідей қалай болды, бірақ керісінше де, бірақ дәл сол ситуация енді один в один жүрмеді ғой, лонг болса лонг шорт. Дәл соның, бірақ дәл сол логика тек қана қарама қарсы немесе солай жүріп жатыр да. Ал атак логикасы 100% болып тұр. Логикасы бір. Бұны мен қазір ғана байқадым негізі. Атак бұндай бар, өте көп, мынандай бар даже. Сіз бір күнді қарап, бір аптаны біле аласыз квартал арқылы. Яғни понедельник күнгі кварталға қарап, сіз осы аптада қалай қозғалатынын білесіз рыноктың. Күнмен уже масштабировать етсек, үлкен таймфреймге қарай. Мына жерлерді білмеймін, қазір мен қараған жер көрсетейін соны. Так, ол бізде қай жер еді? Даже есімде жоқ. Бұл негізі алтында да жұмыс жасайды, Алтында да жұмыс жасайды, алтында бірақ басқа логика оны. Әлі ешкім көрсетпедім оны, алтында жасағанымды. Ютубта жоқ. Алтын сол, бірақ кішкене басқаша логикамен жұмыс жасайды. Пример, мына жерден аласыңызшы, мына жерден бөліп көрейікші, апталықтардан шы. Қай кез өзі?
15 минут. Так. Март айы екен. Бастик. Сағат 6-дан 6-ға дейін тарттым. Ол жалпы бізде 4 күн. Яғни, ол бізде понедельник, вторник, среда, четверг. Енді қараңыз. Мен понедельникті бөлем. Баға не істеген? Бізде аккумуляция, манипуляция жасаған, дистрибуция кеткен. Енді қараңыз. Дәл осыны қараңызшы, мән беріңізші. Мен мына жаққа қойсам. Бар ма ұқсастық? Иә. Дәл один в один жүрген ба? Так, сосын не қарауға болады мына жерден? Аккумуляция, манипуляция. И мына жақта бізде уже XAM деформациясы болған екен. Енді оны қалай көрем? Дәл осы жерден мына екінші квартал 4-ке бөлейінші. Осы екінші кварталда. XAM де ма? XAM де. Енді осы, дәл осы бізде мына жерде. Дәл наоборотынан болып тұр. Керісінше. Рынок фрактальный деген рас болып тұр ғой. Давайте тағы бір нәрсе көрсетейін. Мына аптаға бірақ, алдың аптағасына. Так, мына жер 6-дан 6-ға дейін. Ай индексі. Алтынды бүгінгі күнді көре аламыз ба? Қазір қараймыз. Так, мына жерде бізде лоғын алмаған екен, қайын тазартқан. Лоғын тазартқан. Мына жерде не қарауға болады? Жалпы бірінші кварталды бөлу керек болсын. Мына жер ешқайсысын тазартпаған екен. Соған қайлы болған. Мына жер чисто AMDX болған. Мына жер бар ғой. Мына қараңызшы, дәл осы жер тағы бір көмек көрсетейінші. Мына жер бірден ұқсап тұрмаған. Осылай мен бөлеймін аптаны. Қараңыздар. Q1 high және Q1 low. Мына ситуацияны көрдіңіз бе? Бағана ұқсай ма? Q1-ның low бізде келесі кварталда алды. Ол бізде бағана жылдықта болды. Иә. Мынаны үшін мысалы мен XAMD или AMD-X екенші манипуляцияны шығып атқан кезінен білем ба негізі? Оның барлығын структура, барлығын синхрондағаннан білесіз, тек қана кварталға қарап оны біле алмайсыз, қай уақытта болатынын. Жалпы синхрондау керек қой барлық рынокты. Синхрондау керек, иә? В общем, жалпы структураның алдыңғы баратын жерді алдында. Дәл қазір сіз былай қарап тұрсыз рынокқа. Дәл былай қазір біз көріп тұрғаннан кейін былай қарап тұрмыз, дәл осылай қарап тұрмыз біз. Сіз былай ештеңе таба алмайсыз. Сізге сәл арттан информация алу керек. Рынок қайда барып жатыр? Соларды білу керексіз. Атак сіздер егер оны дәл осылайдан жасайтын болсаңыздар, сіз былайынан кіріп аласыздар да, осылай 4-ке бөлесіздер де, манипуляция деген сияқты қарап отырасыздар да. Ол дұрыс емес негізі. Манипуляция болады. Оны кішкене алыстатып қарасаңыз, енді үлкен тайфрейм бол, алыстату деген. Получается, мен уже басқа картинка шығып жатыр да, уже сіз мына цельдер бар, уже сіз мына цель бар екен білесіз, мына лоу бар екен, мына жақта хай бар екен көре аласыз да, уже. Солай қарау керек кішкене бір. Сыртына шығып. Мен жаңағы бір сағатта мысалы обычно қараймыз ғой, мысалы үлкен тайфреймдерді қараймыз ғой, қай жерде пойзонлар бар, қай жерде ликвид шешіліп жатыр, қай жерден кетуі мүмкін деген сияқты. Соған байланысты таптай береміз уже, иә? 4 сағат, күндік бар.
апталық бар, Күндік айлық бар. бар. Сол жақтан бастайсыз ба айлық апталықтардан? Үлкен жерден. Сіз жалпы болашақта білу керексіз ғой, яғни қайда барады жалпы, қайда қозғалып жатқанын білесіз. И ары ішіне кіріп уже подтверждениелер жаймен енді структура енді long short импульс коррекция болып қалыптасады ғой. Соларды қарап уже анализіңіз толық шығады. Енді информациялар тоже барлық жерден синхрондап информация жинайсыз. Синхронно. Мына жер дәл бағанағы жер XAMD болған. Апталықпен қараған кездегі. Бізде 3-ші күн IMX болған. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мықты мен ютубта өздерді көріп ақ кино көргендей болдым. Сериал оқып кеттім қазір. Бөлімдер вообще басқа деңгей негізі квартал түсінген адамға. Ана герчикті бар ғой, бағанағыдай фрактальный деп қайталанған бар ғой. Соны герчикті істеп көрдім. Сол жылдықты бөлдім, 4 жылдықтан бастап. Кішкентай таймфреймдер бар ғой, тура жылдық құсап жүріп жатыр ғой герчик деген. Құлайды, өсіп баратыр, құлайды, өсіп баратыр ғой, ё-май. Жылдың басында басталған, аяғына дейін дәл солай жүріп баратыр ғой, апталарсы бір-біріне құсап. Герчик қарамайды екен, өзім көру керек онда герчик тоже. Просто бір қарап шыққам ғой, осы именно AMD-X-пен XAMD. Кварталмен қарағанымда. Полный жұмыс жасап тұр ма? Иә, кәдімгі бір-бірін қайталайды ғой. Анау уже арғы аптада не болатынын примерно біліп тұрасың жаңағыдай. Просто қазір мен түсінбей жатқаным, жаңағы жерлерді түсінбей қалып жатырмын ғой. Замыкать етіп қалып жатыр. Жалғастырайық, алдыңғы аптаға өтейік, не болған екен. Маған қарасаңыз, мына аптада ешқандай жұмыс жасамағанда ше, осы арқылы сіз біле аласыз. Дәл осыны қайталаған жер квартал, яғни апталық квартал жұмыс жасамаған, түскен, құлаған, жүрген, қайтадан бір-бірін шешпей просто кетіп қалған. Мына жерде дәл сол жүрген. Мына ситуация қайталанған ғой, байқаңыз. Шорт. Бір болып кешіріңіз, монитор қосылып, ой, демонстрация қосылып тұрған жоқ. Қосылмады ма? 1 минут. Маған ақ көрінбей тұр ма деп тұрмын ғой мен. Енді қалай? Иә, көрінді. Міне алдыңғы аптаға өттім, 4-ке бөлдім аптаны. Қарасаңыз квартал, яғни апталық мына жер бізде 2 март. Бұл мына кездер не ғой? Ағып кеткен кезде бұл Трамппен соғыс ашты ғой, Иран. Америка мен Трамп ашты сол кезде ау деймін, осы 2 марттар. Понедельник күні. Иә, дұрыс айтасыз. 28 февраль күні ашты ғой. Ағып кетті ғой, баға ешқайсың бір-бірін жемей. Вот сол кез ғой именно, қараңыз. Тоже бірінші кварталда айтқан баға ешқайсың орындамаған апта бойы. Бірші болған апта. Бізде 4-ге 4 күн апта, күндік. Дальше көрейік, аптаны көрейік. Не дейді бұл жер? AMD-X дей ма? Алмаған ба? Мына жер шешпеген екен. Шешпеген, бірақ, значит, фунтта корреляция жасаған дәл осы жерлер. Фунт тазалайды, евро тазаламай кететін кездер болады. AMD-X, мына жер AMD-X. Мына жер бізде XAMD формациясы. Тоже XAMD формациясы. Мына
жер соңғы квартал бізде. Мына жерде манипуль жасаған и дальше келесі кварталда алған. Моменттер болады ғой, яғни апталықтар жұмыс жасамайды, просто өсіп кетеді баға немесе құлап кетеді. Соларды кішкене алдын ала білуге болатын жерлер бар. Бірінші квартал. Хайын тазартқан, лоуын тазартқан и баға ағып кеткен. Хайын тазартқан, ішіндегі лоуын тазартты, ішіндегі хайын тазартқан. X-тайм деформация. Тоже X-тайм. Мына қараңыздаршы. Баға былай қарасаңыз, просто шорт кеткен, мына жерде. Шорт кеткен просто. Қараңыз осы жерде қалай жүргенін. Там досконально көрсін. AMDX Q1-ның хайын алған. Лоу тазартып кеткен жалпы, осы. Енді екінші квартал, келесі күн, вторник күн бұл. Q1 хайын тазартқан, лоуын тазартқан ем. Жұмыс жасаған. Келесі күн көрейік. Ал уже среда. Хайын. Және лоу. Көрінсе барлық жерде подтверждение берді. Төртінші соңғы кварталды қараймыз. Дәл солай. Көрдіңіз бе, жалпы мына жерде былай қарасаңыз, ешқандай ештеңе көрінбейді. Сіз AMDX, XAMD және AMDX. Жалпы 4 күнде жұмыс жасаған. И соңғы күн бізде пятница күні тоже бөлейік. Бұл жерде бізде AMDX жасаған тоже. Яғни апта бойы полный информация айтқан ғой. Баға қалай жүретін. Вот осылай. Так, мынау бізде сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Сөйлеп отырсаңыздаршы. Сөйлеп отырсаңдаршы. Үндемейді ешкім. Я үндемей. Q1 хай, Q1 бұл. Енді түсінбей отқандар не сөйлейді десем бе, я? Істеп бетіне қарап қаламыз ғой, түсінбей жатсақ. Түсінсек, негізі мен мына жерде сөз бермейтін едім ешкімге. Түсінбей көзім банкі болып отырмын ғой, енді қарап. Примерно түсініп. Режиссер тауға бола ма деп па? А? Осындай да үлкен режиссер тауға бола ма? Я в шоке болып отырмын ғой мен. Мен көз алдыма елестетіп жатырмын ғой, мың қырық рет кіріп шығып жатқанымды ше. Көз алдыма келді жаңа. Я, мен ана жерде шығып отырмын ғой. Сіз, например, аптасына 2 рет кірсеңіз, біз күнде кіреміз, күнде 2 рет. Біз хоть нормальнымыз. Ана Анютаның чатына кіргізіп қою керек еді сізді. Вообще талас в шоке болып. 25-8 бар говорит ете ма? 24-те 7 ғой. Ұйықтамайды ғой. 25-8. Иә, сондай ма? Ондай торговлядан статистика шықпайды ғой. 1+1+1+, одан пайда жоқ қой. Мен Амирханның ссылкасын тастаймын да. Жай байқап көріңіз, кірмей қойыңыз бірақ андай смс-терін, эфирін ашады олар. Не жасайды лайктырайды. Так, ондай сигнал деген, ондай қарсымын полный. Сигнал беруге ма? Сигнал беруге де, алуға да.
Не жалпы өзіңіз сигнал бергенсіз ба бұрын, ондаймен айналысқансыз ба? жоқ айналыспадым. Ойыңызда да жоқ па болашақта да онымен айналысуға сонда? Бізде чисто обучение бар ғой. Күшті, күшті. Мына қараңыз енді, мына аптаны қараңыздар. X-Time деформациясы болған. Q1 low, Q1 high. Мына қараңыз, дәл осы бізде осы аптада қайталанған. Дәл осының керісінше түрі. Бір қызық байқап тұр мына жерде, қараңызшы, мынаны. Дәл мына жерде 5 минутқа қойыңызшы. 5 минут таймфрейм. Қай жерде бұл? Вот. Қараңыз. Мынау картинка, мына жерде тұр. AMX болса. Қараңыз. Аккумуляция, манипуляция, кеткен. Аккумуляция, манипуляция, кеткен. Дәл мына жеріне тұр ол картинка. Ал егер апталықпен қарайтын болсақ, жалпы күндікті 6 сағаттықтардың апталыққа синхронын жасаған. Вот міне Q1 лоуын тазартқан, хайын тазартқан. Хайын тазартты сразу. Мына жерде дәл солай ғой, ұшынан тазартқанда бұрылып кеткен. Тоже ұшынан тазартқан, бұрылып кеткен. И кеткен дәл шот. Солай. Бұл аптада болған синхрондық. Сұрақ бола ма? Аха. Анау жаңа мына хайдаларды шешкен кезде денесімен шешкен сол жерлерінен шатасып кеткеніміз ба? Онда ештеңе жоқ, денесімен, тенмен шешкен деген. Ондай жоқ па, рейдпен, там, свиппен деген? Жоқ, ондай жоқ. Просто денесімен шешсе, закреп алып кетті деп, сол шатасып кетеді. Жоқ, ондай закреп, свип деген жоқ ондай. AMGX, мына жерде лоуын алмай кеткен екен. Мен айтып отырмын бағанадан бері, фунт алып кеткен шығар деп ше, осыны тексеріп көрейікші, фунт алған ба екен. Қараңыздар, фунтты алған болады осындай жерде. Яғни корреляция жасайды между синхронными парами. Так, мынау бізде 30 март деген. Еуро. Фунт. Осы жер екен. Қараңыздар, 4-ке бөлейін осыны. Лоуын тазартып кеткен мына жерде. Мына жақта шешіп кеткен болып тұр ма сонда? Аха. AMX и кеткен. Дәл мына жер қайталанып тұр ғой негізі. Аккумуляция, дәл осының керісіншесі қараңыз. Лоуын кеткен, қарамағы шыққан. Қараңыз, былай қараңызшы. Мына жер алынған, ол фунтта алынған да. Енді қараңыз. Құлады. Мына жалпы өсті, құлады аккумуляция. Мына жақ екінші квартал манипуляция құлады, өсті. Үшінші квартал дистрибуция жалғасқан. Төртінші квартал қарамаға шыққан, и қарамаға шыққан. Болды. Кішкене негізі айтылмайтын секреттермен бөлісіп қойдым, бірақ болады сіздерге. Қай жерінде айтып қойдыңыз? Жалпы бұл күндіктерді қарау, синхронын жасау апталықтар ше. Айтып отырмын ғой, бір күнді біліп отырып, апталықты, кварталды біле аласыз. Қай күні AMX, қай күні XAMD болады деген. Түсінген адам, может, түсінген адам ұстап алады сол жерден. Ол ойды, мен уже ұстап қалдым ол ойды. И сосын
тағы басқа да синхрон жасайтын кварталдар бар. Енді ол жағы айтылмайды. Уже 12 сағаттық, 6 сағаттық жалпы, яғни бір-бірімен байланыстыру, яғни мына кварталда не болады, және екінші кварталға қалай IMDX болған немесе XIMD жағдай болған кезде развороттар. Қай жағдайда болады немесе қай жағдайда фейк болады деген сияқты. Ол жағы енді платный деп қойсаңызшы. Негізі Нұрбол, если маған ғана өтетін болсаңызшы, бүкіл секретіңізді беймарал ашып айтсаңыз болады екен. Неге бәрін айтып бересіз ба? Мен вообще жоқ айтпаймын, наоборот тым қақпай отыра беремін. Менен жасыру бесполезно деймін да. Бәрібір түсінбей жатсыз ба? Жалпы солай. Түсіндім мен негізі. Бай түсіндім енді. Нелерді қарап. Просто анау жаңағы Кішігірім ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер, сабақ қалай болды? 90-дық теория өте керемет сабақ болды, керемет стратегия. Меніңше негізі рыноктың жақсы эррор ұстайды екен, сол жер қалды менде. Енді маған бэктест жасау керек. Керемет Нұрболмырза. Рахмет көрсеткеніңізге. Пайдалы күшті ақпараттармен уже бөлісіп қойдыңыз. Білмеймін, енді бұны ютубқа салып қойсаңыз. Біз көп жерін ашып жібердім дедіңіз ғой. Көп жер емес, кішкене аштым. Кішкене ғана. Уайымдамаңыз. Әдемі екен, керемет екен сабақ. Өте қатты ұнады маған негізі. Алдыңғы сабақтарыңызда көрдім ғой, полный көріп шықтым ғой. Алдыңғы 12 сабақтың бәрі полный. Өте пайдалы екен негізі. Мына сабағыңызда өте керемет болды, бізге күшті бэктест жасап бердіңіз. Рахмет, көп рахмет. Ары дамытамыз бұны біз. Осымен де жұмыс жасаймын деп отырмын мен негізі өзім. Қарап жүрмін сабақтарды. Әдемі Нұрболмырзадан оқыңыздар. Зор. Рахмет. Реально. Саламатсыздар ма? Рахмет Нұрболмырза, сабағыңызға өте керемет болды. Жалпы мен бұл нәрсені білмейді екенмін. Бірінші рет көріп отырмын бүгіндікке. Бірақ көргеніме өкінбеймін. Өте керемет болды. Енді бұйырса осыны талқылап, бэктест жасап, осы сабақ алып сізден осы бойынша профитқа шығып кетемін деген үміттемін. Рахмет үлкен. Рахмет сізге. Басқа ойларыңыз болса бөлісе беріңіздер. Қайырлы кеш, маған да өте қатты ұнады. Негізі мен алдында тоже ютубта видеоларды қарап шықтым. Жақсы доступно түсіндіріп бердіңіз. Рахмет сізге. Ары қаратай зерттеп, реті келсе оқуға тырысамын сізден.